Закиева Арайлы Бақытовна Өскемен қаласының Заки Ахметов атындағы нөмір 16 орта мектебінің тарих пәні мұғалімі. Бүгінгі менің сайысқа ұсынғалы отырған сабағым құқық негіздері пәнмен болғалы отыр. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасы Конституциясының 24 бабы нені көздейді. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты еңбек құқығы ұғымын түсіндіру. Ал енді оқушыларым, қайырлы күн. Бүгін бізде құқық негіздері сабағы. Бүгінгі біз жаңа сабақ өткелі отырмыз. Бұл сабақ сендердің алдағы уақытта қоғамдық өмірлеріңге өте керекті сабақтардың бірі деп есептеймін. Өйткені сол арқылы сендер үлкен азамат боласыңдар, үлкен қоғамдық өмірге жетесіңдер. Сол арқылы сендер жәнегі осындай әлеуметтік қатынастардың негізін біліп, соны күнделікті өмірде пайдаланатын боласыңдар. Енді барлығымыз экранға назар аударсақ. Мына жерде сендерде бірнеше картина берілген, е? Осы картиналардың бір-бірімен байланыстылығы неде? Орта ой қандай деп ойлайсыздар? Жұмыс, еңбек деп ойлайсыздар, тағыдағы. Қандай ойларыңыз бар? Уақыт, уақыттағы немеге байланысты? Ақшаға да байланысты, ол еңбек еткен адамда әрине уақыт тапшы болады. Әрбір жәнегі жұмыс күні ол ақшамен бағаланады, е? Жақсы. Демек, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не туралы екен? Еңбек, дұрыс айтасың. Сабағымыздың тақырыбын жазайық. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты еңбек құқығы ұғымын түсіндіретін боламыз. Еңбек құқығы ұғымының қандай жәнегі 24 бабы нені көздейді, соған нақты тоқталып кетеміз. Қазақстан Республикасының Конституциясының 24 бабының тармақтарына бір жағдаяттық мысалдар келтіре отырып, оның шешімін талдайтын боламыз. Ақ параққа жасырылған сөздер бар. Қарап отырсыздар, ешқандай жазу жоқ сияқты, е? Бірақ тағы, егер бұның бір құпиясы бар, егер бұны фонарик тақайтын болсаңыздар, астындағы сөзді оқуға болады. Енді қайсы топ бірінші оқи алар екен? Бір қызығы сол, бұл сөздер тауып қана қоймай, бұл сөздердің жалғасын ары қарай тауы керек. Қызыл түс жанған кезеңде жұмысымызды тоқтатамыз. Қанша үлгеріңіздер, сонша табайық. Қазір осы топтардың ішінде кім айтар екен? Қандай сөз таптыңыздар? Так. Таба алмай қалдық қой, ме? Ал, айта қой, қандай? Еңбек еткен, мұратқа жеткен, 1 балл. Еңбегін егіз болса, байлығын 8 болады. Айтаңыз, неме өзі? Еңбек деген нәрсе, не нәрсе ол? Дұрыс, бүгінгі сабағымыздың дағы ең маңызды нені оқимыз, соны қарайық. Бүгінгі сабағымыздың тірек сөздері. Сабағымыздың тірек сөздері қандай екен? Қане, оқи қойшы, Мансұр. Оқи қой. Кепілдіктер және еңбек шарты. Демек, осы сөздермен біз нақты не істейтін боламыз? Бүгінгі сабақта танысатын боламыз. Не өтеміз, не үйренеміз, соған тоқталамыз екен. Қане, оқулықпен жұмыс жасайық ойындар. Еңбек кодексі балар 2015 жылы 23 қарашада қабылданған. Еңбек кодексі жәнегі еңбекке қатысты барлық жағдаяттар түгелі қарастырылып, соған жәнегі жауаптар берілген. Келесі, есте сақтайтын терминдер бар. Қане оқиық. Думан оқи ғой. Немеден презентацияны оқи ғой. Презентация.
Жақсы. Енді қараңдар. Еңбек құқықтар қатынастары кімнің арасында жүргізіледі дейді? Жұмыс беруші мен кімнің арасында? Жұмысшының арасында қарым-қатынастар. Енді оған нелер жатады? Қане кітапқа назар аударамыз. Қандай жәнегі бөлімдерден тұрады екен? Соған тоқталайық. Негізгі еңбек қатынастарына нелер жатады деген сұраққа жауап іздейік. Біліктілігі, дағдысы және қабілеті. Ең маңызды осы үшеуіне қарайсыңдар. Жұмыс беруші аласап, босата салып отырмау үшін неме болу керек? Жоқ, не болу керек? Дұрыс, шарт болу керек. Сөйтіп және жұмысқа кірген кезінде міндетті түрде жұмыс беруші мен жұмысшының арасында келісімшарт жасалыну керек. Түсінікті ме? Бұнда сіздер не туралы айта аласыздар? Бірінші бап. Иә. Иә. Дұрыс, иә. Ешкім оны мәжбүрлей алмайды, иә. Жәнегі еріксіз еңбекке жәнегі ешкім тартыла алмайды, тек қана соттың шешімімен ғана еріксіз еңбекке тартылады. Түсінікті, иә. Ешқандай Қазақстан Республикасының азаматтарына кемсітуге жол берілмейді. Дініне де қарамайды, жынысына да қарамайды, ұлтына да қарамайды. Келесі тапсырма. Балар, міне мынандай платформаға тез кіре қойайық. Енді мына жерде мына пароль жаза қойыңыздар. Баса көрейік ал. Ал, бастадық. Аян что-то ең төмен алып отырсын. Сонымен қайтадан сабағымыздың басына оралатын болсақ. Сонымен еңбек құқығы деген сөз түсінікті болды ма бізге? Түсінікті, еңбек құқығы. Балалар, еңбек кодексі қашан қабылданған екен сонымен? 2015 жылы. Дұрыс. Еңбек шарты дегеніміз не екен сонымен? Еңбек шарты жұмыс беруші мен жұмысшының арасындағы келісімшарт. Жақсы. Сабақ түсінікті ғой, ұқтыңдар ма? Жақсы, онда боссыздар.